Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен Нәргиза. Мен бүгін сіздерге ерекше дәмді болып шығадыған десерт жасау жолымен бөлсем. Ол үшін видеоның соңына дейін күзетіп, менімен бірге болыңыздар. Бұл десертімізге қарапайым рецепттер ғана жеткілікті. Ал кеттік. Жарты кило печеньемізді қолымыздың көмегімен жақсылап майдалап, ұнтақтап аламыз. Печеньелерді осындай ет тартқыштың көмегімен майдалап алдым мен. Егер бұндай заттарыңыз болмаса, пакетке салып, оқтаудың көмегімен майдалап алсаңыздар болады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерді алда қызықты видеолар күтеді. Майдаланған печеньелерімізді табағымызға салып, үстінен сгущенкамызды құйып, жақсылап араластырамыз. Біздің десертіміздің бір бөлігі дайын болды. Ал оның дайын болғанını осылай қолдарыңыз көмегімен біріктірсеңіздер, олар бір-біріне жабысып, бірігеді. Біз оларды домалақ пішінді етіп, тарелкаларға теріп шығамыз. Біздің домалақ шариктерімізді холодильникке салып, енді шоколадтарымызды сары майға араластырып, қайнап жатқан судың көмегімен жақсылап ерітіп аламыз. Ал енді біз домалақтап алған печеньелерімізді ерітілген шоколадқа батырып аламыз. Осылай домалақ етілген печеньелеріміздің барлығына шоколадқа батырып, тарелкаларымызға теріп аламыз. Осы бойда қалдырсаңыздар да болады, болмасам мен сияқты бетіне кокостан сепсеңіздер болады. Болмасам майдалап жаңғақ турап, жаңғақтан сепсеңіздер болады. Бұл да бір сән. Холодильникке тағы да жарты сағатқа қойып алғаннан соң, осындай печеньелердің ыдысына салып, әдемілеп сәндеп қоямыз. Ас болсын, келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.